Сәлем достар, бүгін сіздермен құймақтың рецептісімен бөлісемін. Бір жасағаннан шығады деп уәде берем, жасап көріңіздер. Бізге қажет жұмыртқа, жылы айран, қант, ұн, шым-шым тұз және сода. Жұмыртқаны салып араластырамыз, оның үстіне қантты салып 2-3 минуттай жақсылап араластырамыз. Егер де сіздер құймақтың тәтті болғанын қаласаңыздар, онда рецептте көрсетілгеннен қантты көбірек саласыздар. Міне массамыз кішкене ұлғайып, осындай ақшыл болуы қажет. Оның үстіне жылы айранды құйып араластырамыз. Массамызға ұн мен тұз саламыз. Ұнды илектен өткізу қажет. 2 бөлікке бөліп саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Ұнды салғаннан кейін комоксыз әдемі масса болуы қажет. Оның үстіне соданы саламыз. Сода айранмен реакцияға түседі. Соданы жақсылап тұрып араластырған жөн, бір жерде қалып қалмауы керек. Міне қараңыздар, осындай біркелкі, комоксыз, әдемі, нәзік масса болуы қажет. Венчиктен оңай түсіп тұр, көрдіңіздер ме? Міне осындай болуы қажет. Қаймақ сияқты болу керек. Не қою да емес, не сұйық та емес. Осылай оңай венчиктен түсуі қажет. Енді қамырды 5-10 минуттай қойып қоямыз. Міне қараңыздар, сіздерге жақыннан көрсетейін. Осындай әдемі масса болу қажет. Көрдіңіздер ме, қандай нәзік, венчиктен оңай түседі. Табанның астын орташа оттан сәл төменге қоясыздар. Оның үстіне май құйып, қызып тұрған табаға 1 чай қасықтан осылай құймақты саласыздар. Құймақтың бетінде осындай тесіктері пайда болғаннан бастап аударып бастайсыздар. Міне біздің құймақтар дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі, дәмінен де айта алмаймын, жасап көріңіздер. Нәзік, жұмсақ, воздушный, ортасын қараңыздар, қалай толықтай піскен, көтерілген. Құймақты қаймақпен, сгущенкамен, вареньемен берсеңіздер болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерде шығады деген ойдамын. Өйткені бұл рецепт 5-ақ ингредиенттен тұрады, бірақ оп-оңай дайындалады. Кез келген адам дайындай алады. Қараңыздар, қандай әдемі. Ас болсын. Лайк, подписки ұмытпаңыздар. Рахмет.